кітап мәселесіне келетін болсақ, бұл менің сабақ өтетін кітаптарым. Менің сабақ өтетін кітаптарым 9 сынып оқушыларына арналған 1 бөлім және 2 бөлімі бар. Авторларына келетін болсақ, Никитенко Владимир Владимирович, Кульбаева Валя Поташевна, Мухаммедиева Раиля Мунибулатовна. Баспа келешек 2030-2013 жылы шыққан. Бұл жерде 1 бөлімнің мазмұны. Әрине, біз басында кіріспеден бастаймыз. Балаларға жалпы сызба дегеніміз не екенін түсіндіріп өтемін. 1 тарау сызбаны рәсімдеу және негізгі ережелері және геометриялық салулар деп аталады. 2 тарау проекциялау. 3 тарау геометриялық денелер және модельдердің проекциялары деп аталады. 1 және 2 тарауды мен 1 тоқсанда өтетін боламын. Ал 3 тарауды мен 2 тоқсанда өтемін. Өткені бізде 2 тоқсан ең аз 90 болғандықтан тек қана 1 тарауды ғана өтіп үлгеретін боламыз. Мына тұрған 7 қосымша 3 тоқсанға бөлемін. 3 тоқсанда орындайтын боламыз. Жерде менде 2 бөлімнің мазмұны. 4 тараудан басталады. Кескіндер, көріністер, қималар, тіліктер деп аталады. 5 тарау бізде біріктірулер. 6 тарау құрастыру сызбалары. Бұл 3 тарауды мен 3 тоқсанда өтемін. Өткені бізде 3 тоқсан ең ұзақ 90. Бірақ бұл 90-дарда біз қосымшалармен жұмыс жасамайтын боламыз. Өткені тақырыптарымыз жеткілікті болады. Ал 7 тарау бізде құрылыс және топографиялық сызулар элементтері деп аталады. Бұл 7 тарауды мен 4 тоқсанға қалдырамын. Және де 4 тоқсанда біз осы тұрған 8 қосымшамен жұмыс жасайтын боламыз.